Жат діни ағым мүшелерінің сыртқы бейнелерінің белгілері. Өзінің діни көзқарастарынан басқа адамдарды кәпір деу. Агрессияға жақын, диалогтан алшақ. Үкіметке және муфтиятқа қарсы келу. Инновациялар мен жаңа технологиялардан бас тартуы. Ұлттық дәстүрді мойындамау, қарсы келу. Күмәнді жиындарға көп қатысуы. Күмәнді әдебиеттер мен аудио, бейне жазбаларға көп назар аудару. Радикалды идеяларға үгіт насихат жүргізу. Бұл белгілер жат діни ағым қатарына мүшелікке кірген азаматтардың жалпылама белгілері екенін ұмытпаған жөн. Біздің міндет өзіміз бен жақындарымыздың дұрыс жолда жүргенін қадағалау.